Сол үшін Диас халыққа сіз мен туралы жаман ой салып отырсыз. Анау жолы да айттыңыз, хайп үшін келдің, Тимурға неге келмедің, анау мынау деп. Жоқ, Мен Бинур, не қара. істеймін? Жаңа бұл сөз теманы өзім бермейсіз қозғаған, вообще. бетпен сөйтіп алғанда істейтін. Мына жақта Ғалымжан да Шерхан да маған сөйлеп отыр, мен жауап беріп үлгермей жатырмын да. Бағана Ғалымжан айтып жатыршы маған, сендер мына жаққа келесіңдер де қыздармен бетсіп амандасасыңдар деп. Қашан көрдің сен ондай нәрсені? Мына жақта қыздардың бәрі куә, мен ешкіммен бетсіп амандаспағанмын. Одан сен саған ол қалыпты жағдай болса, сен сөйтіп жүре бер. Одан кейін мына жақта қол видеода қол ұстастық деді ғой біз екеуміз. Ол тек видео үшін ғана болған, оператордың айтқанымен біз сөйтіп қол ұстастық. Ал мына жерде Бинур, сен өзің допуск деп тұрсың ғой бұл жерде бет сүйіске, хотя бы айтсаң болады ғой Нұрдәулетке. Ей, мына видеоны салмай ақ қойшы, ұят қой деп. Сен өзің допуск деп тұрсың ғой бұл жерде. Мен білген жоқпын видеоға. Видео түсіп тұрған сен көрген жоқсың ба сонда? Көрген жоқпын, мен зрением -3. Көрмедім мен. Баласы ханым, әңгіме негізі андай. Ой тағы адамдар айтатын нәрсе да негізі. Мен Баласы ханым еще айта салайыншы. Нұржанға ше. Нұржан, сен сонда құның қанша? Сен өзіңді бір арзан бір ақшаға бағалап тұрсың ғой. Жоқ, ол керек әңгіме. Сияқты Ғалымжан. Ол әзіл болды ғой әшейін. Жоқ, мен байқап жүрмін ғой, сен ше 3 күннен бері Абылайдың сөзін сөйлеп жүрсің. Если что, айтып қой. Жоқ, ол біз саған ақша беріп қояйық, если что, бізді қолдап отыр. Мықты айттың деп ойлап тұр, бірақ жоқ, мықты айтқанда емес. Бауырым, тұра тұр. Сен қара, ақеркемен жүп болмай тұрып, сен осы жерде қалай жүрдің? Бір-бірімен құшақтасып, сыртта, дұрыс па? Жүп болған жоқсыңдар ол кезде. Ал жүптар ғана сөйтіп құшақтасып тұрады сыртта, дұрыс па? Ал сен сол кезде қыздың абыройын ойламадың. Мынаны қарай енді. Қайсыны қарайын? Сен жоқсың да ол жерлерде. Бұл кісі қайда жүрген білмеймін да ол кездерде. Біз таныстық басталған кезде мен бір ай бойы мен қолынан ұстап бетінен сүйген адам емеспін біріншіден. Бір ай бойы. Бізде бұл алдыңғы сезонда да 3 ай таныстық болған Нұрдәулет. Содан кейін келіп осы жобаға келдік. Мен сендердің осындай әңгімелеріңді біліп, мен де жүптықты бастадым. Осындай нәрселеріңді біліп. Ал бізге жүптіктің деңгейі қатты маңызды болмады оған дейін. Мен бұны қалап тұрдым, бұл мені қалап тұрды. Біз құшақтастық, біз бетінен сүйдік ол кезде. Бірақ біз танса салып ертесіне бетінен сүйген адам емеспін. Одан кейін қыздың абыройы деп жатсың да, негізі бұл жерде Диас, негізі бұл жерде Бинурдың кінәсі жоқ. Бинур өзі білмей қалдым деп тұр да, бірақ қыздың абыройын ойлайтын ер азамат ондай нәрсені өзінен бастау керек та. Бұл жерде қыздың кінәсі жоқ. Бұл жерде тікелей кінә Нұрдәулет өзіңде. Одан кейін құның қанша деп жатсың. Ол әзіл деген нәрсе болады. Әзіл дейміз. 3 күннен бері Абылайдың сөзін сөйлеу үшін дейді. Мен ешқандай Абылайдың сөзін сөйлеп алған жоқпын. Просто бұның жеткізе алмаған дүниесін мен айтып жеткізіп жатырмын да, болды, сол ғана. Сен не үшін жеткізіп жүрсің? Әркімнің өзінің ойы бар, әркімнің өзінің аузы бар, дұрыс па? Енді пікіріміз бір жерден шығып тұр. Мен де сол нәрсені айтқым келіп отыр. Бірақ Абылай жеткізе алмаған нәрсені мен өзімнің ойымды қосып, ары қарай жеткіздім саған, болды. Сенге ол ойын жеткізіп жатқан жоқ, сенге до конца қолдау болып жатыр. Значит, сен кәдімгідей бір ақша қарыз, значит, саған. Ой, сен қарсың оған. Мақұл, ол әзіл деген нәрсе болады да. Мысалы, мынандай жерде ше, мен бұл дұрыс емес айтса, мен бұған қарсы шыққан кездерім де болды. Көрдің оны өзіңде. Мен Абылаймен ана жақта отқан кезде, Абылаймен де айқайласқан кездерім де болды. Сол кезде неге айтпадың сондай нәрселерді, мысалы? Енді келіп аласың да, ойбай, сенің құның қанша дейсің да? Жоқ, енді өзің айтып тұрсың ғой сол нәрсені. Жоқ, Нұрдәулет әзіл ғой енді ол. Нұрдәулет, сен үйтіп, жігітсің ғой, не бұл жерде қоздырып бір әңгімені жігіттің бұл жерде түсіргің келіп отыр ма? Құның қанша деп. Мен бұл кісі әзілдеп айтып жатыр да, саған сен қазір айтып тұр, болды қойсайшы, болды ғой. Бұл жерде Бинур кінә тұра тұр. Сен айтып жатсың, қыздан кінә жоқ деп. Менің ойым мынандай да, Бинур, сен әдемі қызсың да, 18-десің, бір көрсе көз тоярлық қызсың. Бірақ қанша қолдағың келсе де қолдай алмай жатырмын да сен. Мына жерде сенің дұрыс айтып отыр Диас, видеоны бір рет білмей қалдың түсіргенін. Бірақ екінші ретте түсіруге болатын еді ол видеоны. Әкештен қарап отыр қазір мысалға. Содан кейін сен қазір бетінен сүйдірдің ба? Жарайды, айналайын жаным, сүйдіре бер. Саған дауа жоқ екен, енді ары қарай беліне статасың ба, не істетесің өзің біл. Нормально сөйлеңіз мен. Өзіңізге қарап алыңыз Абылайға. Өзіңізге қарап алыңыз. Күнде қарап жүрмін айнаға. Қара. Жігіттердің қатарынансың ғой, сен не айтып отырсың қазір? Мен естіген жоқпын сені. Нұрдәулет бүйтеді да, мен опытный жігітпін дейді да, жарайды, сөйтіп жүріп, өзің опытный болып кетпеш, жаныма шейін просто болды. Қыздар, сәл бір басылайық. Абылайхан, дауа жоқ дейтіндей, бұл қыз бір артық нәрсе жасаған жоқ. Бір нәрсені бір 10 рет жасап, айтпай, жаңағы тыңдамай, бір басқа бір нәрсе болған ештеңесі жоқ. Міне, Баласахан, көрдіңіз ба? Ашуларыңызды басыңыздар, қатысушылар. Және Жанболат сөз сұрап еді. Баласахан, айта кетсем. Нұржан, саған какая разница мына жерде? Бірінші кездесуден бет сүйіп жатыр ма, екінші кездесуден ма? Сен мына жерде қыздың абыройын ойласаң, Нұржан, мына жерде қыздың қанша көз жасы төгілді, абыройды ойласаң, сен ол кезде онда әрекетке бармайтын едің. Ол бірінші қорғаушы періште, тұра тұр. Енді мен айтып алайын, мен сені тыңдаймын ғой қазір.
мына жерде жұптыққа сөз салдым осын білем деп оған дейін не үшін әрекет істемедің оған дейін де сен сондай қадамдарың көп болды ғой. Қара, енді біз жүрген жолмен жүріп ал бірінші. Жақсы, Сен менің арамызда ойымша, Нұржан, енді ол жауап сұраққа берейінші жауап болса берілді. Жаңа ғана айттыңыз, мен соның барлығын білдім, ойладым, сондықтан да жұптыққа сөз салдым. Енді Оған соны дейін сен бізде жасамасын, таныс одан кейін басталған әңгіме айтсын да еді. маған Енді просто жатырмын болды. ғой. Таныстық. Жалғаса ма? таныстық жалғасады. Жақсы. Және де мен үшін бет сүйу Ашуларыңызды басыңыздар. Мхм. Жақсы, Бинур, сізді шығарып салайық. Келгеніңізге рахмет. Мхм. Нұрдәулет, жайғасыңыз. Болды, кетіп қалды. Сіздер енді ашуларыңызды басыңыздар. Білмеймін, басы тым жақсы басталып, барлығымыз күліп әзілдеп отырған едік. Ойыннан от шыққан сияқты сәл-сәл. Енді біз әрі қарай жалғастырамыз. Көңіл күйлеріңізді көтерсеңіздер болады, себебі біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Жәнібек, Шолпан, Аяулым, Сандуғаш, Тимур дейді. Сандуғаш деп айтылды. Үміткердің таңдауы Ринат. Жайғасыңыз, Ринат. Сіздің азыңыз бірде-бір рет аталмады ғой. Ешкім үміттенбеді, сіз өзіңіз де үміттенбеген сияқтысыз. Қой, неге балауса ханым? Әлде бір жанды күтіп отырсыз ба? Жоқ, балауса ханым, яна солға деп жатыр ғой. Мен алдына басында айттым ғой. Біз негізі жақсы дос болып қалғанбыз, балауса ханым. Енді кешеде ішке келді, көмектесіп былай жүріп жатыр ғой. Енді мысал қылайын да, балауса ханым. Өзімнің мені кім не десе де, бірақ ол менің шынайы досым. Түсінгенімше кеше үмітіңіз үзіліп кеткен сияқты. Жоқ, үмітім үзілген андай ғой, балауса ханым. Біз сыртта Доспыз деп енді айтты ғой ортада. біз жоба басталмай тұрып, біз дос болып қалғанбыз. Солай қала береді. Жақсы. Енді бір сезім деген сияқты бір әңгімелер айттыңыз ғой алдында. Жоба басталмай тұрып дейсіз. Жоқ, балауса ханым, мен айттым ғой, мен ол қызды мен басқаны сүйгенде, ол қызды сүйгенде мен ешкімді сүйе алмаппын дедім. Оны шын жақсы көрдім мен. Ринат, досым деп жатсыз, бірақ келіп қалса ше. Ол дос болып қалады ғой, балауса ханым. Онда яғни шымылдықты ашпай қайтарасыз. Жоқ, ол кісі таразда. Бәрі мүмкін. Сізді алдап көрген болуы да Балауса мүмкін. ханым, дос деп кеше белгінің өзінде де қасымда отырған күн деген адам, мысалы білмеймін енді. Соның өзінде біраз дүние жатқан сияқты мен ғой. Мен де соны айтып тұрмын. Жақсы, жоқ деп айтып жатыр. Үміткерді шақырамыз ба онда? Шақырайық, балауса ханым. Жақсы, ендеше Ринаттың үміткері, келіңіз. Жайғасыңыз. Ал таныс болайық өзіңізбен. Есіміңіз? Венера. Венера. Жасыңыз? 36. 36-дасыз. Қай жақтың тумасысыз? Оралдың өзі. Оралдан келдіңіз. Арнайы Ринат үшін келдіңіз ба әлде? Мәссаған алыс жол жүріп келдіңіз. Ал неге Ринат таңдадыңыз? Осындағы ерлердің төресі деп санаймын. Мен өзімше. Сол батыстың адам болғасын, оңай тіке сөйлейтін, біз батыстың адам тіке сөйлейтін, өзіміздің айтқан сөзімізде тұратын адамдармыз. Сондай кісі болғасын да ұнайды маған. Төре жігіт не дейді екен? Сұрақтарыңыз. Венера, да? Венера. Саламатсыз, Венера. Саламатсыз. Мені таңдап келгеніңізге рахмет. Нешедемін деді? 36, мен жас екен. Бұрын тұрмыста болдыңыз ба? Жоқ. Ринат, сізді қыз таңдап келіп отыр, бар фокусыңызды осы жаққа қарай жіберіңіз. Балауса ханым, бұл жақты естімей Артық қалып әңгімені Нұржан дауысы естімеңіз. естіп отырмыз. Нұржан, Оралдың өзіненсіз ба? қойсаңызшы. Иә. Ринат, сен 34-төсің ғой дегенді айтып жатырмын, болды. Сен 36 емес, 34-төсің. Мен білем ғой сен жасың біліп отырсай. Арнайы Орал қаласынан келдіңіз ба? Иә. Бұрын тұрмыста болған жоқпын дедіңіз, да? Жоқ, болған жоқпын. Қазіргі таңда Алматы қаласына тұрасыз ба, или Оралдан келіп тұрсыз ба? Оралдан бірінші күні келдім. Сіз үшін келдім деп айтты ғой, Ринат. Қобалжып отырсыз ба? Қобалжып отырмын ғой. Бір сұрақты неше рет қойып жатсыз? Сол дұрыс естімей қалып отырмын, балауса ханым. Қатысушылар қойсын онда, Қатысушылар қоя берсінші. Жақсы, Айжан бастаңызшы. Венера ханым, қош келдіңіз. Ринат негізі күшті жігіт, бірақ кеше бұл кісіні жоғалтып алдық деп ойлаймыз. Өйткені кеше Ринат бір прям бақытқа толы, сондай болып рахаттанып жүрді. Негізі бұл кісінің жүрегі бос емес, кешегі іс-әрекеттеріне қарағанда. Сіз соған дайынсыз ба?
дайын. Сізге сонда бәрібір, иә? Бәрібір емес, кісі өзі таңдайды ғой. Таңдайтын адам Ол болса. кісінің таңдауын біз білеміз. Мен жаңа келіп жатырмын, менімен әлі ешкім танысқан жоқ, мені ешкім білмейді. Мен өзімді көрсетейін, содан кейін өзі таңдап біледі. Дұрыс айтасыз. Шолпан. саламатсыз ба, қош келдіңіз. Егер сіздерде алдағы уақытта Ринатпен барлығы жақсы болып жатса, сіздің хабарыңыз бар ма Ринаттың қызы бар екендігінде? Бар. Ал алдағы уақытта егер сіздерде бәрі жақсы болып жатса, Ринат айтса сізге, мен қызымды аламын, бірге тұрамыз десе, сіз қызға қарауға, бірге тұруға қалай қарайсыз? Әрине, жақсы, ол өзінің туған қыз емес па? Аха, рахмет. Сандуғаш. Венера ханым, қош келдіңіз. Бұрын соңды ара қатынас болды ма сізде, және де сіздің осынша уақыт үйленбей жүруіңіз не себепті, маған қызық болып тұр? Арама қатынас болды, енді жұмыс қуалап, ең